Достар, сәлем. Міне модуль 6-ға да келіп жеттік. Жалпы мынау модульдің өзінің түсінігі, презентациясы, лекциясы барлығы алдарыңызда тұрады. Соның барлығын өткеннен кейін сізге тестке доступ ашылады. Егерде уақытыңыз болмаса, немесе асығыс болсаңыз, сізде мына лекция мен презентацияны жазып алуға мүмкіндік бар. Яғни компьютеріңізге жазып аласыз да, сосын асықпай қарауыңыз болады. Негізі қараған дұрыс, өйткені жақсы пайдалы ақпараттар береді. Бұл бағдарламалардың барлығы skills.еңбек.kz-те орналасқан. Модуль 6 тест сұрақтары бойынша бізде ол жалпы оның саны 12, 12 сұрақ беріледі. 12 сұрақтың дұрыс жауаптары алдарыңызға міне көрсетемін. Сол бойынша дұрыстап белгілеп отырсаңыздар болады. Тағы да айтып кететін жайт, ол сұрақтардың барлығы араласып келеді. Сондықтан да скрин немесе асықпай стоп басып, пауза басып қарап отырсаңыздар жақсы болады. Менің каналыма тіркеліп кетіп, лайк басып, түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазуыңызға болады. Рахмет. Енді алдағы уақытта модуль 7-мен бөлісетін боламын. Міне 12-ші сұрақ. Қорытындылайтын болсақ, 12-ның 12-сі менде дұрыс болды. Лайк басуды ұмытпаңыз.